Ана жолы министр экология ана Сүлейменованың айтуы бойынша бұл жерге комиссия келді. Қызыл кітапқа енген өсімдіктер болатын болса, бұл мемлекет тарапынан қорғалады деді, иә, қорғалады деді. Ал енді содан келді, мен менің сообществоның атынан комиссия болып бардық, бірге 4 протокол толтырдық. Сол жерде 7 түрлі қызыл кітапқа енген нелер табылды. Өсімдіктер табылды. Соның бәрін протоколдады, соның бәрін фотоға түсірді, соның бәрін мысал үшін образецін алды, бәрін алып кетті, апарып алды. Ал енді неге сіздер мемлекет тарапынан енді сол жерлерді қорғамайсыздар? Бұл мемлекет тарапынан қорғалады деп айтты ғой. Министр экологии, мысал үшін. Бізге солай айтты ғой өз алдына. Жасын түсірген милицияны дейсіз. Енді сіздер енді мемлекеттің... Мен осы жерде мемлекет органның өкілеті, сізге жауап берген министрлік. Оның өзінің құзыреті бар. Министрліктің өзінің қорғайтын адамдары бар, оған қарайтын адамдары бар. Сіз маған қазір министрліктің жұмысын үліп қоймақшысыздар. Жоқ, үліп қойғанда енді сіз де мемлекеттің адамысыз. Енді тұра тұрыңыз. Енді мен жауап беріп алайыншы, болады шығар? Ал, жауап беріңіз. Мен өзім мемлекеттік қызметкер ретінде, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде. Орган бар. Охрана растительного мира и мест произрастания растений деген. Сол жерде, мысалы, 3-ші тармағында жазылған, жалпы мына өсімдіктер дүниесін қорғау үшін қорғауды жергілікті атқарушы органдар дейді. Сондықтан жаңағы Даниярға да емес, маған да емес, экология министрлігіне қоятын сұрақ емес ол. Неге десеңіз, оның атқару және қорғау деген сияқты міне заңда нақты жазылған жергілікті атқарушы органдар жауапты деген. Сондықтан облыс әкімшілігінің мүмкіндігі бар. Жаңағы осындай мәлімет алғандықтан, осындай қызыл кітапқа енетін өсімдіктер бар екенін біле тұра, олар өздерінің несінен жаңағыдай шешім шығару мүмкін. Оған зерттеу жасап, жаңағыдай ені әзірлеу туралы өздерінің шешім шығару мүмкіндіктері бар. Заңға сүйене отырып. Қаражат бөліп, соны жұмыстарын арғай жалғастыруға. Шығыс Қазақстан орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі облыстық аумақтық инспекцияның басшысы Мейрембеков Қайрат Амангелдіұлы.